Армысыздар, қымбатты оқырмандар. Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы ұйымдастырған «Кітап маған тақтанда қымбат» акциясы өз жалғасын табуда. Бұл акцияға республикамыздың көптеген жерлерінен ақын жазушылар, журналистер және өнер адамдар қатысқан еді. Сол акцияға қатысушы тұлғалардың арасынан бүгін біз жазушы Қадиша Мұхам мен журналисті Азамат Қасымның ұсынған кітаптарын таныстырғалы отырмыз. Құрметті оқырмандар, біз ұсынған кітаптар сіздердің қызығушылықтарыңызды арттырып жатса, сіздерге қажет болып жатса, Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасынан табасыздар.